Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай универсальный кремнің рецептісімен бөлісемін. Крем өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға 35% салқын сливкимізді құямыз. Сливки міндетті түрде салқын және 33-35% болуы тиіс. Енді осы сливкиді миксердің ең жай жылабынан бастап миксерлейміз. Кішкене қоюлана бастаған кезде сахарный пудра қосамыз. Ал енді қою болғанша миксерлейміз. Қоюланды, ал енді творожный сыр қосамыз. Ал енді толықтай қою кремге айналғанша араластырамыз. Қараңыздар, енді сондай қою өзінің формасын жақсы ұстайтын крем пайда болды. Міне қараңыздар, өзінің формасын жақсы ұстайтын крем пайда болды. Бұл кремді барлық тортқа қолдана берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.